Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен 90 барысында көне күндерден жеткен жәдігерлер деп аталатын тарауды аяқтадық. Оқылған шығармалар: лира эпостық жырлар. Оның ішінде Қыз жібек жырымен таныстық. Орхон Енисей ескерткіштері. Оның ішінде Күлтегін жырымен таныстық. Жыраулар поэзиясынан Жиембет жыраудың еңсегей бойлы ересім толғауымен, Қазтуған жыраудың Қазтуғанның қонысымен қоштасуы толғауымен танысқан болатынбыз. Біріншіден, 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут. Түсіну және жауап беру дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 10 минут. Анализ және интерпретация дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 10 минут. Бағалау және салыстыру дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 20 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 15. Тапсырма түрлері: таңдауды қажет ететін сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалау 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім түсіну және жауап беру. Екінші бөлім анализ және интерпретация. Үшіншісі бағалау және салыстыруды тексеруге арналған тапсырмаларды қамтиды. Бірінші бөлімде сұрақтар таңдауды қажет етеді. Яғни бұл жерде сіздер 4 тест сұрағына жауап бересіздер. Бірінші сұрақ: Қыз жібек жырының тақырыбын анықтаңыз. Екінші сұрақ: өлең шумағында кімнің бейнесі сипатталған? Үшінші сұрақ: берілген үзіндіде қазақ салт дәстүрінің қай түрі көрініс тапқан? Мұқият оқып шығып, дұрыс нұсқаны анықтайсыздар. Төртінші сұрақ: берілген эпизодтағы Төлегеннің жолға шығу себебін анықтаңыз. Бұл жерде де біріншіден оқып үзіндіні танысыңыздар, содан кейін барып дұрыс нұсқаны белгілеңіздер. Екінші бөлімнің тапсырмалары қысқа жауапты қажет етеді. Бесінші сұрақ: Қазтуғанның қонысымен қоштасу себебі неде? Ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. Бұл жерде 3-4 сөйлеммен жеткізсеңіздер жеткілікті. Алтыншы сұрақ: Жиембет жыраудың Есім ханға сес көрсете тіл қатуының себебі неде? Айтқан сындарымен келісесіз бе? Ойыңызды 5-6 сөйлем арқылы жеткізіңіз. Бұл жерде де сіздер өздеріңіздің ойларыңызды жеткізуге тырысыңыздар. Неліктен Жиембет жырау Есім ханға сес көрсетті? Есім ханға айтылған сындармен келісесіз бе? Соны жазбаша жеткізулеріңіз қажет. Жетінші сұрақта: балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған деген өлең жолдарындағы көркемдегіш тәсілді тауып, оның қолданысын түсіндіріп жазасыздар. Бұл жерде де 3-4 сөйлем жеткілікті. Үшінші бөлімнің тапсырмасы: бұл жерде толық жазбаша жауапты қажет етеді. Қазтуған жыраудың өлеңін туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас деген мақалмен байланыстырып эссе жазасыздар. Жырдан дәлелдер келтіре отырып, өз көзқарастарыңызды білдіресіздер. Бұл жерде сөз көлемі 110-130 сөз. Құрметті оқушылар, сіздер жұмысты жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші 4 сұрақ тест сұрақтары дедік. Бұл жерде сіздер дұрыс нұсқаны анықтай алсаңыздар 1 ұпайдан аласыздар. Бесінші тапсырмада Қазтуғанның қонысымен қоштасу себебін көрсете алғандарыңызға 1 ұпай, өз ойларыңызды дәлелдеп жазғандарыңызға 1 ұпай. Алтыншы тапсырмада Жиембет жыраудың Есім ханға сес көрсете тіл қатуының себебін анықтай алсаңыздар 1 ұпай, орынды пікір білдіріп, дәлел келтірсеңіздер 1 ұпай. Жетінші тапсырмада өлең жолдарындағы көркемдегіш тәсілді анықтай алсаңыздар 1 ұпай, қолданысын жеткізе алсаңыздар 1 ұпай. Сегізінші тапсырмада Қазтуған жыраудың өлеңін мақалмен байланыстыра алсаңыздар 1 ұпай,
жырдан дәлелдер келтіре алсаңыздар 1 ұпай, шығармадағы мәселені өмірмен байланыстыра алсаңыздар 1 ұпай, өз көзқарастарыңызды жеткізе алсаңыздар 1 ұпай, жазба жұмысының көлемін сақтасаңыздар 1 ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 15. Бөлім бойынша айтатын болсақ, мұнда тест сұрақтарына барлығына дұрыс жауап берсеңіздер 4 ұпай аласыздар. 5, 6, 7 тапсырмалардың сұрақтарына дұрыс жауап берсеңіздер 6 ұпай аласыздар. 8 тапсырма эссені дұрыс жазсаңыздар 5 ұпай аласыздар. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.